JCB-дің кішігірім проблемасы болып тұр. Мына Бейбіт ағамыз келіп, Бейбіт ағамыздың тракторы. Сізде не проблема болды, Бейбіт аға? Мына алдындағы заттардың бәрі. Мына балансиріңіз ойнап кетті ма, не болды бұған? Проблема. Бұлайда ойнап кетті. Балон екі жағы ойнап кетті. Бұлайда ойнап кетті. Бұның проблемасында шешеніп кетті. Соған Яша деген братымыз шақырдық. Бірінші помощь втулкадан, полностью темірден өз маманы, өз специалисті. Бұны шақырдық. Не істедіңіз бұл жерге? Бұл жерге енді тақанысында қойылықты. Мынау шетелдік тақанымыз станок деген ВИЗ 2, ВИЗ 3, ВИЗ 4, ВИЗ 5, ВИЗ 6, ВИЗ 7 деген болған. Енді мен ВИЗ 6 деген болған, мен ашып отырсам, где-то 12 жыл аяқта, почти 22 жыл болды. Сеп отырғанмын, сол енді жарасып, енді өзімде станок жинағанмын. Станок итальянскийден қалыспайды, даже 2 раза машине ана, способность на кәді. Сонымен мынау ішіндегі өзінің орнını алып тастаймыз да мына. Жақындап. 50 болған болса алып тастап, стальной втулканы алып таста қоямыз. Палец бәрі родной қалады да, бұл основной ударный жер болады да. Өзінің темірі саған енді материал бойынша металл обыкновенный 35 металл болады. Мынау қойылатын втулка 75 втулка болады, стальная. Ол қанша кетті, 2 жыл, 3 жыл мына тауда жұмыста ешқашан желмейді да. Желеген болса пальцы жейді. Оны істеп отырғанымыз енді любой точканы экскаватор, не имеет значения. Мынау бір точка, екі точка қиын болған жоқ па, қою былай? Жоқ, ол қиын болмайды. Сразу екі точкадан алып кеттіңіз. Бірдей аламыз. Ол екі точканы бірдей алғанда мынау 4 точка бар ба, бірден астап лапаттан 4-ні бірдей аламыз. Автоманда любой жер алады. Арнуч, спина. Автоманда любой размер. Қала бойынша енді істеп отырған, мен бұл қалада істеп отырған 2 жыл болды. А так үлкен фирмада где-то 12 жыл аяқта істедім. Енді өзім дегенше, осы жерге келіп, осындай аппарат қойғанбыз, істеп жатырмыз. Енді қала бойынша енді ценасы бәрі тура келеді, оны көтермейміз біз. Егесі соглашенный болып. Келісімді бағамен бәрі жақсы болады. Автоманда коуш, рукоятка, любой точкасы, осы тұрған точкаларда желеген болса, даже цилиндр точкалары, но точкалары, любой точка. Ол қазір мынау JCB-ден басқа 135 точка болады. Здесь самая большая точка, 45 идет, 50 идет, есть 135 мы берем. Оның темірдің қаттылығы қатты рөл ойнамай ма сіздерге? Темірдің қатты. Соған қарай бағасы өзгеріп отырады? Жоқ, бағасы болғанда ол жерес 5000 теңге. 5000 теңге ойнап отырады. Оны көтермейміз біз. Қиыншылығы сәл қиындау болып тұрады. Уақыт болды. Шетелден келіп отырған запчастар қымбат болып отырды, алмазын ресейден жатады. Адамдар китайский алып жатады, ол китайскийде аппарат өледі, редуктор өледі, енді ол барлығы ақшаға тіркеледі ғой. Сол жұмыста жеңілірек оңай жұмыстар. Просто обыкновенный металлға қараймыз, сол металлның размері қарап, оборотқа, балды оборотқа. Қар размерде өз 80, 60, 70-ке өзінің оборудование қойғансы, жұмыс деген мамашы өңдесі, соған қарап оборот қоспады. Оборудованиесі мынандай? Сварка. 5-7-ге жетеді. 5-7-ге ма? Станок дей ма, бұның аты не болады? Өзі по-английски называется механика токарный станок дейді он. Механика токарный станок. Любая точка. Эта точка. У нас есть даже чугунные работы. Чугунная работа, может станина поломаться, у нас чугунные станины работают. Есть специальная печь, на печи стоит. Мы даем, небольшую гарантию. Если там оператор, если ненадежно, он поломал, новую станину заваренную позже. Короче, мы с отцова начинаем. Вот эти 70-ка, 65-ка, 70-ка, 45-ка. Все точки мы точим. Өте керемет. Келді, проблемасын шешті, кетті. Өте әдемі. JCB-дің өзі ескі JCB 2001 жылғы. Ол енді 3 түрі бар ғой. 3 түрі бар. Бірақ полистері, нелері өзгермейді. Бұл 45-тен 70 диаметрге дейін барады. 135-ке барады. 135-ке дейін барады. Үлкен экскаваторлар. Үлкен экскаватор. PC450, Volvo 450, 380 Volvo, PC200, PC210, 145, сейчас новый корейский вышел. 140 есть. Шымкентте осындай токарный жұмыстар істейтін, именно втулкалар істейтін бір 2-3 адам бар. Оларға хабарласыңыз. Ең мынау өзіміздің көзбен көрген, қолымызда өзіміздің базада істеген
тексерілген мына яша браттың телефонын астына жазып қоямыз, хабарласыңыздар.